Көкшетау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің ұжымы Зеренді ауданына қарасты Еленовка орта мектебіне арнайы барды. Салтанатты шараның шымылдығы шаттық домбырашылар ансамблінің күмбірлеген күймен түрілді. Әлеуметтік акцияның оқушыларға концерттік бағдарламадан бөлек базарлығы мол. Ауыл мектебіне Алматыдағы зияткерлік мектебінің оқушылары ойлап тапқан 3D принтер, 30-ға жуық спорттық жабдықтар, 347 дана әдеби танымдық оқулықтар мен білім берудің жаңартылған мазмұнын енгізуге арналған әдістемелік нұсқаулықтар, 100-ге тарта бөлме гүлі сыйға тарту етілді. Бүгінгі күні мынау бір үлкен облысымызда, біздің округімізде бір үлкен бір шаралар жүріп жатыр. Атын атап айтқанда өздеріңіз жаңа естігендей Назарбаев зияткерлік қоғамының школынан мектебінен бізге мінеки бір үлкен сыйлық келіп жатыр. Оның өзі әртүрлі тақырыпта бағдарламада келіп отыр. Мысалға жаңағы келген көмектердің іштеріндегі ең бірінші жаңағы өзіміз жайлап жатқан рухани жаңғыру жөніндегі манағы тақырыпта біраз мәселелер көтеріліп отыр. Екінші мәселесіне алып қарасаңыздар, жаңағы бұл тақырыптың мәселесінде мынау абаттандыру деп айтып жатырмыз. Тазарту мәселесін деп айтқан кезде дағы мынау 100 шақты әртүрлі гүлдер алып келіп, оқушылардың манағы баршаған манағыдан содан абаттандыру жағынан да көмек көрсетіп жатқан 30 дана жаңағы әртүрлі доба келініп отыр. Бұл дегеніңіздің тоже жаңағы біздің оқушыларды спортқа, дене шынықтыруға ынталандыра түседі деген мәселелердің бірі деп айтып отыр. Еленовка ауылында үлкен бір іс-шараның куәсі болып отырмыз. Назарбаев зияткерлік мектебінің ауыл мектебін қолдайық акция аясында біздің мектепте үлкен қызықты іс-шара болып жатыр. Осыған орай мектеп ұжымына біздің Еленовка орта мектебінің ұстаздарының атынан, ата-аналардың атынан, оқушылардың атынан үлкен рахметімді білдіргім келеді. Назарбаев зияткерлік мектебінен келген ұстаздар қазіргі заманға білім берудің жаңартылған мазмұнын енгізуге арналған шеберлік сабақтар ұйымдастырып, әдістемелік әзірліктер таратты. Сондай-ақ ауыл мектебіне кітап оқуды ынталандыру үшін оқу іздену талаптану атты интерактивті іс-шаралар ұйымдастыруға арналған ақпараттық стенд орнатылды. Акция ашылғаннан кейін мектеп ұстаздарына барлық пәндер бойынша әдістемелік консультациялар және мастер-класстар ұйымдастырылады. Біздің мектепке көптеген спорттық инвентарлар, кітапханаға көптеген кітаптар әкеп атқанына көптеген рахмет айтамыз. Мен өз басымда спорт жақсы көрем. Біздің мектеп спорттық шараларға қатысып, аудан, облыс көлемі бойынша жүлделі орындарға ілігіп жатады. Зияткерлік мектебінің ұстаздары ауыл мұғалімдеріне шеберлік сабақтарын өткізсе, оқушылар қауымы көңілді старт ойындарына қатысты. Әлеуметтік акция концерттік бағдарламамен жалғасты.